Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін сіздерге мені ажалдан алып қалған тылсым дүние ме, немесе періште ме деген өте әсерлі әңгімені бөлісетін боламын. Арнамды жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыз. 1974 жылы 10 класты бітіріп, аудан орталығындағы ауруханадан номері 286 форматтағы справканы алу үшін жолға жиналып жатқанмын. Қарындасым менің көзілдірігімді оңдатып алып келші деп 3 сом берді. Содан аудан орталығына келіп, бірден көзілдірік істейтін дүңгіршікке келсем, орта жасқа келген толық орыс әйел отыр екен. Мен оған көзілдірікті ұсындым. Ол не істейтінін айтпай-ақ түсініп, әп-сәтте көзілдірікке линзаны тағып беріп, жұмыс ақысы 1 сом 50 тиын деген соң 3 сомды ұстата бердім. Ол есептеп, маған көп ұсақ қағаз ақшаны ұстата салды. Ақшаны алып санасам 10 сом қайтарып беріпті. Менің ішкі дүнием астан-кестең болды. Не істейін, сіңіріп кетейін бе деп те ойладым. Ол кезде 10 сом әжептәуір ақша. Қалаға барып кешке дейін қыдырып қайтуға жететін ақша болатын. Бірақ кісінің ала жібін аттама деп айтатын анамның сөзі еске түсті де, әлгі әйелге сіз маған артық ақша бердіңіз деп ақшасын қайтарып бердім. Сонда әлгі әйелдің қалай қуанғанын көрсеңіз, рахметін жаудырып жатыр. Бізге түсім аз түседі. 10 сомның орнын жабу үшін қаншама тер төгер едім деп, рахметін қайта-қайта айтып шығарып салды. Анам айтушы еді, 40 рахмет бір ажалдан құтқарады деп. Сол сөздің жаны бар екенін кейін көзім жетті. 1975 жылы 1 курсты аяқтап, елге бару үшін вокзал кассасынан кешкі сағат 10-ның отарбасына билет алдым. Сағат әлі 7. Жатақханам вокзалға жақын ғой, жаяу барсам жүктерімді алып келуге үлгеремін деп жатақханаға жаяу тарттым. Көше қиылысына келгенде өтіп бара жатқан машинаға жол беріп, енді жолды кесіп өтуге ыңғайланып жүре беріп едім. Менімен қапталдаса, орыс тектес орта жастағы әйелде жолдың арғы жағына өтті. Ол кісі неге екенін білмеймін, асықпа, сабырлы бол деп жатты. Содан екеуміз шүйіркелесіп әңгімелесіп кеттік. Ол кісіге 1 курсты аяқтадым. Отарбамен кетуге 3 сағат бар, сондықтан жатақханаға заттарымды алуға бара жатырмын дедім. Сен асықпа. Асықпаған арбамен қоянға жетеді. Сақ болғанға Алла да жақ. Оқуыңа күш сал. Сонда көздеген мақсатыңа жетесің деп ақыл-кеңесін аямай айтып келе жатты. Жатақхананың жанында Москва деген дүкен болатын. Мен дүкенге жақындай бере бір нәрсеге алаңдап артыма қарайладым да, қайдадан әйелге бұрылып, әлдене айтуға оқтала беріп едім. Жанымдағы әйелді таба алмай қалдым. Төңіректе көрінбейді. Қайда кетті екен деп қатты таң қалғаным есімде. Әлгінде ғана жанымда еді ғой деймін. Содан жатақханаға келдім. Келсем бәрі ұйқыға жатып қалыпты. Чемоданыма заттарымды салып жатыр едім. Жолдасым, сен қайда жиналып жатырсың деді. Отарбам сағат 10-да, соған үлгеруім керек деп едім. Сен қызық екенсің, сағат 10 болды, енді үлгермейсің дегенде қатты өкіндім. Сонда вокзал мен жатақхананың арасына 3 сағат жүргенім бе? Өйткені екі аралық жаяу жүргеншіге көп болса жарты сағаттық қана жол. Бұл не жұмбақ деймін. Қалайша мен екі аралықты 3 сағат жүргенмін. Бұл мүмкін емес. Сонда әлгі әйелмен 3 сағат сөйлескенім бе деп айран асыр болдым. Енді не істейсің? Болар іс болды. Амалсыздан келесі күнге кетуге тура келді. Бірақ артынан курстастарымнан сол жолаушылар отарбасының жүк таситын отарбамен қақтығысып апатқа ұшырағанын естігенде Аллаға шүкірлік еттім. Сонда мені апаттан құтқарған сол әйел періште болғаны ма? Бұл бір тылсым дүние болды мен үшін. Осыдан бастап мен адамдарға жақсылық көрсетіп, рахметтерін жинап жүргенді сауап деп білетін болдым.